Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін біз Asking for Travel Information тақырыбы бойынша 6-шы сыныптарға 97-ші беттегі тақырыпты өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығуда Look at the photo. Where are the people? What information does Tina want? Так, бұл жерде бірінші жаттығу бойынша бірінші жаттығудың берілгенде манағыдай суретке қараңыздар деген, мына жердегі суретке қараңыздар дейді. Адамдар қайда дейді, қайда жүр дейді адамдар. Және Тина қандай манағыдай мәлімет алғысы келіп тұр дейді. Ол үшін біздер мына жердегі диалогты оқып білуіміз керек, Жалпы суреттегі не бойынша былай айтайық. They are at the train station. Tina wants information about how far London is and how much it costs to get there. Так, train station, олар вокзалда дейді. Және Тина Лондонның манағы несі қанша билеттері қанша тұратынын және ара қашықтығы қандай, қай уақытта жететіні туралы мәлімет алғысы келеді, Exercise 2, екінші жаттығу бойынша Listen and complete the dialogue. How far is London? Which is more expensive, the train or the coach? Так, енді бұл жерде біздерге не дейді? Диалогты тыңдаңыздар дейді. Лондон манағыдай қаншалықты алыс, және манағыдай вагон which is more expensive? Қайсысы қымбатырақ? Пойыз ба? Әлде вагон ба дейді, Так, осыны дұрыстап мәлімет алыңыздар деген. Так, бұл жерде екінші жаттығу бойынша мына жерде қойылатын сөздер. Hello, can I help you? Так, бұл жерде енді. Hello, can I help you? Сәлем, мен сізге қандай көмегім қажет? Yes, I want to visit London. How far is it from here? Мен Лондонға барғым келеді дейді, Бұл жерде манағыдай қанша қашықтық дейді. Бұл жерде қаншалықты алыс деген, London's about 50 minutes from here on the train. Бұл жерде Лондон осы жерден 50 минуттық жерде дейді, Okay, how much is a return ticket? Жақсы, бұл жерде билет қай жерде сатылады дейді. Қанша дейді билет бағасы? Жақсы. Билет бағасы қанша деп тұр, A return ticket is 10 pounds. Так, бұл жердегі билеттің қайту уақыты 10 фунт дейді, And is there a bus or coach to London? Автобус, Лондонға баратын автобус ба, әлде поезд ба деген сұрақ, Вагон ба дейді. Bus station, үшінші вагон дейді, There are coaches from the bus station. They are cheaper than the train. The timetables are here. Бұл жерде вагон бар дейді, автобус бар дейді, Олар поездан арзанырақ дейді, Мына жерде жұмыс кестелері бар дейді. Great, thanks very much. Тамаша, үлкен рахмет дейді. Так, енді жерде London's about 50 minutes from here. Лондон осы жерде 50 минуттай жерде деген, біріншісінде. Так, сосын the train is more expensive than the coach. Поезд, вагон, қымбат дейді, Exercise 6, cover the dialogue and complete the escape phrases. Practice the dialogue. Мына жердегі диалогты тыңдадық, сол тыңдалған диалог бойынша сөз тіркестерін толықтырыңыздар дейді, Сөз тіркестерін қойып толықтырыңыздар деген. Так, I want to visit London. Second, how far is it from here? Third, London's about 50 minutes from here. Fourth, how much is a single return ticket? Next, exercise 4. Төртінші жаттығу бойынша language point prepositions by and on. Тілдік нүкте, жұрнақтар дейді, by and on жұрнақтары дейді.
Translate the phrases. Do you use the same prepositions in your own languages? Так, сөз тіркестерін аударыңыздар дейді. Так, және жұрнақтарды қай кезде қолданамыз? Сол туралы айтайық, иә? Так, by bus, автобуспен, by coach, by car, by train, by plane. Иә, ұшақпен, пойызбен, машинамен деген сияқты, иә? On the bus, on the bus, on the coach, on the train, on the plane. Так, енді бұл жерде on the bus, автомобильмен, иә? On the bus, автобуспен, пойызбен, автомобильмен, ұшақпен деген, иә? Мына жерде by bus десек, енді мына жерде on the bus деп аламыз. Так, on foot, жаяу деген. On foot, жаяу деген. Ары қарай. Exercise 5. Study the examples with by and on in exercise 4. Ask and answer the questions about how far places 1, 2, 6 are from here. How far is your house from here? It's about 10 minutes on foot. Так, бұл жерде 5-ші жаттығудың берілгені бойынша 4-ші жаттығудағы мына жұрнақтар by, on деген жұрнақтарын қолдана отырып, манағыдай сұрақтар жасаңыздар дейді. Мына 1-ден 8-ге дейінгі сөздерді пайдаланып, және оған жауап жасаңыздар деген. Exercise 5. How far is Tashkent from here? It's about 1.5 hour by plane. Ташкент бұл жерден қанша қашықтықта деген, иә? Ұшақпен, иә, жарты сағатта бара аласың. How far is library from here? Кітапхананың мана қашықтығы қандай дейді? It's about 50 minutes on foot. Жаяу 15 минутта бара аламыз. How far is city center from here? It's about a half an hour by bus. Иә, қала орталығына қанша уақытта бара аламыз дейді, иә? Автобуспен жарты сағатта бара аламыз. How far is next town from here? It's about 2 hours in taxi. Иә, қалаға қанша уақытта бара аламыз дейді, иә? Қандай уақытта бара аламыз? Таксимен 2 сағатта бара аласыз дейді. How far is the coast from here? It's 50 minutes on foot. Жағажайға қанша уақытта бара аламыз дейді? 15 минутта жаяу жете аласыз деген, иә? How far is China from here? It's about an hour on the plane. Қытайға қанша уақытта бара аламыз дейді? Ұшақпен 1 сағаттай шамасында. How far is the bus station from here? It's about 20 minutes on foot. Вокзалға қанша уақытта бара аласың? Шамамен жаяу 20 минутта жете аласың дейді. Exercise 6. Work in pairs. Prepare a new dialogue using the dialogue in exercise 1 as a model. Change the words in blue using information about your already practiced new dialogue. Так, бұл жерде 6-шы жаттығуда жұптық жұмыс дейді. Қасыңыздағы адамыңыз, көршіңізбен бірге, досыңызбен бірге жұптық жұмыс жасайсыздар, диалог жасайсыздар, яғни, иә? 1-ші жаттығудағы мына жердегі көкпен жазылған сөздерді пайдаланып, манағыдай әртүрлі сұрақтар қоюларыңызға болады, және оған өздеріңіз ойдан ақпарат жауап алуларыңызға болады. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.